Oldu ма? Баста. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевқа, Қазақстан Республикасы үкіметіне, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігіне, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, Қазақстан Республикасы самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамына үндеу. Біз мұнай-газ өндіру басқармасы нөмір 1 Сыдырпо жұмысшылары болып, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының бұрғылау жұмыстары басқармасы жұмысшыларының еңбек жағдайларына жақсарту мақсатындағы заңды талаптарын толықтай қолдаймыз. Олардың еңбек құқықтарын қорғауға бағытталған әрекеттері бейбіт сипаттама, ол әділ және негізді талаптарға негізделген деп есептейміз. Атап айтқанда, бұл талаптар еңбек жағдайларына жақсарту, жалақыны инфляция деңгейіне сәйкестендіру және еңбек заңнамасын қатаң сақтау мәселелерін қамтиды. Алайда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы жұмысшылармен келіссөз жүргізуден бастап, бұл жағдайды ушықтырып отыр. Бұл әрекет әлеуметтік шиеленістің артуына және еңбек ұжымдарының моральдық-психологиялық жағдайының нашарлауына алып келуде. Біз сіздерден төмендегі мәселелерге назар аударуды сұраймыз. Нөмір 1 Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын бұрғылау жұмыстар басқармасы жұмысшылармен келіссөздер үстеліне отыруға міндеттеу. Нөмір 2 еңбек дауын шешу үшін тәуелсіз комиссия құру және барлық тараптардың мүдделерін әділ қарастыру. Нөмір 3 жұмысшылардың заңды талаптарын орындауға қатысты нақты шешімдер қабылдау. Біз мұнай-газ өндіру басқармасы нөмір 1 Сыдырпо жағдайды бейбіт түрде шешуге және жұмысшылардың әлеуметтік экономикалық құқықтарын қорғауға ықпал етуіңізді сұраймыз. Бұл мәселені дер кезінде шешу тек мұнай-газ саласындағы тұрақтылықты қамтамасыз етіп қана қоймай, жалпы елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалға оң әсер етеді деп санаймыз. Біз барлық тараптарды еңбеккерлердің заңды талаптарына құрметпен қарауға және әділ шешім қабылдауға шақырамыз. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз ба?